Мен Адишева Анита, Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжінің екінші курс студентімін. Мамандығым дене шынықтыру және спорт. Мамандық таңдау адам өміріндегі ең басты, ең негізгі таңдаудың бірі. Меніңше оған ешкімнің таласы болмау керек. Өзім таңдаған мамандық қазіргі уақытта ең керекті мамандықтың бірі. Бұл мамандыққа деген сүйіспеншілігімді үлкен ағам ашты. Ағамды бокспен айналысқан. Кеңгір селосында екінші мектепті аяқтап, білім нәрін Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжінде жалғастырдым. Менің сүйікті пәнім география. География пәні арқылы кез келген елге саяхат жасап білуге болады. Сабақты да, спортты да және колледж ішіндегі қоғамдық іс-шараларға өз үлесімді қосқанды жақсы көремін. Дене тәрбиесі саласында білікті маманы болып, болашақ ұрпаққа кемел жарқын жол ашқым келеді. Өзімнің жеке қызығушылығым мен хоббимді айта кетсем, бокспен айналысамын. Спортты 13 жасымда бастадым. Жеке бапкерім Айдар Сайдалин. 2019 және 2021 жылдар арасында Қазақстанның 2 дүркін чемпионы атанып, Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер атандым. 2021 жылы Дубай қаласында өткен Азия чемпионатының қола жүлдегері болдым. Және Казан қаласында өткен ТМД елдерінің ойындарының жеңімпазы болып, Қазақстан Республикасының спорт шебері атағын алдым. Болашақта арманым Олимпиада және әлем турнирларында Қазақстанның туын көтеріп әнұранын шырқатқым келеді. Қазақстан! Отбасы, сыйластық, жарастық орнаған орта. Кішкентай отан отбасынан басталады дегенде, отан сүю отбасынан басталатыны рас. Менің отбасымда 6 адам. Олар анам, әкем, 3 ағам, 2 егіз інім және мен. Арманымның орындалуына ықпал жасап, білім нәрімен сусындатып, жаңа өмірге, жаңа белеске ықпал етіп отырған Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжінің басшылары мен оқытушыларының, білікті мамандардың, өнегелі ұстаздарының ықпалы деп білемін. Қазақстан Республикасы колледждерінің үздік 100 студенттер қатарынан өзімді көремін.